Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз бүкіліне белгілі бүкіл балалардың арманы, иә. Балалардың ғана емес, үлкендерде ойнайтын ойын, ол әрине Майнкрафт деген ойын. Біз ерекшелемекпіз, яғни қазақша нұсқасын қазақша түрде сіздерге түсіндіретін боламыз. Өйткені бұл орысша ойын, былай айтсақ, ағылшыннан шыққан ойын бұл, бірақ орысша ретінде аударылған. Біз оны сіздерге қазақша ретінде түсіндіріп, өзіміз ойнап көрсетеміз. Енді бұл біздің алғашқы сериямыз болғандықтан, қателіктер кетіп жатса ренжімеңіздер. Бізді қолдаңыздар, егер сіздер қолдасаңыздар, біз ары қарата видеоларды түсіре беруге тырысамыз. Ал енді кеттік. Біз өзіміздің басымыздан өткереміз. Менің атым Жандос, қасымда отырған Төрехан деген бауырым болады. Мен мысалы бұл ойынды ойнадым, білем, шамалы шет жағасын, бірақ Төрехан деген бауырымыз қатты біле қоймайды, жай естіген. Сондықтан ол балаға шамалы, ол да сіздермен бірге түсінетін болады бұл ойынды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырып жазыңыздар. Кеттік. Міне біз новая игра деп кіреміз. Ол яғни жаңадан бастау, біз выживание, яғни тірі қалу ойынын бастаймыз. Бұл жерде біз чит ештеңе қолданбаймыз, яғни өз күшімізбен бүкілін табамыз. Сондықтан міне біз бүйтіп шығамыз, кез келген жерден шығуымыз мүмкін. Біз яғни мысалы осы жазықтықта шықтық. Шығамыз, мысалы достижение деген болады бұл жерде. Ол яғни жетістік дейміз, солай аударсақ болады. Соны орындаймыз мысалы. Ең алғашымен бізге кешке дейін, түнге дейін бұл жерде зомби деген зомбиге бақшасы бар. Мәңгүрт дей ма? Мәңгүрт емес, мәңгүрт деген басқа ма? Құбыжық дейміз, құбыжық дейміз. Сол адамда түнде шығады, сондықтан біз түнге дейін үй болмаса, бір шағын болса да бірдеңе соғып үлгеруіміз керек. Біз мысалы қазір ағашты шабамыз. Міне, заработал достижение, яғни бұл біз ағаш кесу деген жетістікті қабылдадық. Енді ауылда барлығымыз ағаш кесетін шығармыз. Оның өзі жетістік. Қысқы болсын, короче, біздің. Біз видеоны қатты түсіре қоймаймыз. Біз видеоны 20 минут, көп болса 30 минуттай түсіреміз. Өйткені білесіздер, YouTube деген бәле көп, короче, бағады. YouTube'ның өздерінің заңдары бар, соған сәйкес енді көп минут түсіре берсек, ол бізге өте қиындықтар әкелуі мүмкін, сондықтан ренжімейсіздер. Егер қолдап жатсаңыздар, әрине біз қолдан келгенді жасаймыз. Енді көп адам жинала бастаса, біз де өзіміздің серверімізді ашуға тырысамыз, өзіміздің Майнкрафтты ашуға тырысамыз, сондықтан көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға қосылыңыздар. Достарыңызға ұсыныңыздар. Ол бізге өте көмек. Сіздерге ол жай ғана кнопканы басу. Бізге ол, білмеймін, немен теңесек, бұл өте жетістік біз үшін. Бізде көретін адамдар болса әрине. Кішкене қатып жатыр, ренжімейсіздер. Өсе бере ме? Жоқ, қатып жатыр. Так. Автоматически өсіп отқан сияқты ғой. Өтпесін өтіп жүрді. Жоқ, қатып жатыр. Так, күтейік. Бес шыға болсын. Мен шыға болсын. Короче, бет шыға болсын да, сосын күтейсің. Қарақай өссек. Сразу өсе ме? Жасау? Жоқ. Мені біз ағашты, бұл өмір тесіп үй соғу үшін бүкіліңіз білетін шығарсыздар, енді ойнамайтын адам жоқ шығар бұл ойында. Енді бала, әсіресе балалар, жастар көбінесе бұл ойынды ойнайды.
Сондықтан бұл ойыннан бастағанды жөн көрдік. Біз егер сіздерге ұнап жатса, біз қалай түсіргеніміз, біз сіздердің қолдауларыңызбен қандай ойын түсір дейсіздер, сол ойынды түсіреміз. Әрине қазақша нұсқасында, яғни бүкіл нақтылап түсіндіріп түсінбеген жерлеріміз болса, сол жерде түсіндіріп жатармыз. Ал енді біз мына ағашты дуб дейді, бұны дубовый доска, яғни ағаштың ағашын айналдырамыз. Біз енді шағын үй салайық, мынау қойлар мен тауықтар жанымызда жүр. Міне біз жанымыздан шақты тауып алдық. Бұл шақтыдан бізге керекті заттарды аламыз. Енді әрине басында үйлердің барлығын мықты қылып істемей қойып, бізге уақыт жоқ. Түнге дейін шамал болса да бір құбыжықтардан қорғану үшін біз мынандай қорап тәріздес үй саламыз. Коробка дейді ғой. Барлығыңыз білетін шығарсыздар енді. Мен ойымша барлығы ойнағаннан кейін осы қорапшан сияқты салатын шығар. Барлықтарыңыз егер білесіздер, ойнасаңыздар қорап түрінде саламыз. Ол бәріміздің басымыздан өткен, өйткені бізде әлі жеткілікті заттар жоқ. Жерден келе ма? Не? Жерден де келе ма? Не ағаш пол ма? Иә, пол. Біз полын жасап жатыр. Төрехан таңғалып отыр, мені көре түсіп. Ол шынымен де ол ойынды қатты біле қоймайды. Ол ма қыз ба десе? Пол. Пол. Ағаш. Біздің үйдің полдың бәрі ағаш. Мені жасадық, біз шамалы. Прикол бересің бе? Майнкрафтты ойнай беретін балаға айтатын ба? Мен ашпын. Бала, сен 4 пүшті болып баратсың ғой дедім. Кейбір осы бізде 4 пүшті боламыз енді. О, окошко? Иә, терезесі жатыр. Қатыр шамалы. Мен ағашпын, мен өліп жатырмын, бұл жерде аш болсаңыздар, сөйтіп өмірлеріңіз азая бастайды, жүрек тәріздес. Енді тамақ жейтін бір тапсай. Жесе әлі түк жоқ. Қалай істейміз оны? Қазір көресің. Бірінші алдымен так, бөлеміз қазір. Тезірек міне мынау ағаштан тауықты пісіру үшін бізге пеш жоқ. Сондықтан біз ағаштарын алматысы мүмкін, бірақ бұл көп суырды, кейде ғана түсіп. Сондықтан біз ағашты мені түсті. Мені жүйкелі. Жүрегіміз тоқтасын. Ағыда шабаты өмені тағы түсін. Айлыше осылай өмір сүреміз, сен істейміз. О, алма. Алма мен алма. Бұл жердегі нәрселер оғат, біз алмамен бір аламыз. Бұтақпен бір аламыз. Бұл жерде ештеңеге таңғалғанды түсінбейтін. Мен қызықты ойын. Иә, өте қызықты, мысалы, ішің піспайды бұл ойыннан. Бұл ұзақ кете береді. Біз әлі ең соңғы жетістікке жетуіміз керек, ол әрине айдаһар дейміз ғой. Сол айдаһар болады. Сол айдаһарды өлтіруіміз керек. Сол кезде ғана біздің ойынымызды жеңеміз. Бірақ ол айдаһарға жету үшін біраз еңбек ету керек. Бірақ біз оған әлі жетеміз деп ойлаймын. Сіздер қолдасаңыздар бәрін өткенбіз. Асықпаймыз. Сондықтан асықпай шайларыңызды алып, көре отырыңыздар. Тағы бір алма тапқан да құлап еді, мен таптым. Дұрыс. Бұл енді біздің өмірімізді қаншаға дейін ұзартады? Міне біз полный қылып жейміз ғой, тамақты мысалы тауық еті дейміз. Астында, оң жақ астында тұрған аш қалмауымыз ғой. Сол толса, жүрегімізде толады біздің.
да ағаш керек бізге. Кішкене қатып тұр. Видео түсіріп жатқаннан кейін мындай болады. Міне бізге тауық та қарап тұр, бізге тамақ боламын деп отыр. Күте тұр, боласың әлі, үлгересің. Тауық еті ма? Тауық еті. Иә, мына бұтақты егуге болады. Бұл бұтақтан осындай тауық өсіп шығады. Сондықтан еге салайық. Бір тал кесіп, 10 тал егейік. Бір тал шапсаң, 10 тал егейік. Үй салайық. Уже кеш бола бастады. Тезірек қимылдау қажет. Міне біз осы ағашты 4 жерден былай қойсақ, бізде верстак деген құрал жабдығымыз пайда болады. Бұл ең қажетті. Бұл жерде неше түрлі заттар жасаймыз, бір сөзбен айтқанда. Осылай қойып біз таяқ жасаймыз. Бұл таяқтан біз кирка дейміз ғой. Кирка деген қалай болады? Бұл кеш батып баратыр. Кеш батып баратыр. Қазір монстрлар пайда болады. Сондықтан біз тезірек қойларды өлтіріп, өзімізге Жын. кровать дейміз ғой. Дивандар, төсек орын жасап аламыз. Бізге сондықтан қойларды өлтіруімізге тура келеді. Қойлар ренжімеңдер, соғымға кеттіңдер. Қазір құрбан айт деді. Құрбан айт. Енді бізге бір қой керек, тезірек. Қазір монстрлар шығады. Давай. Қашып баратыр оны. Ой, жүн түспеді бұдан. Тағы біреуін өлтіреміз. Бізге 3 осындай қойдың жүні қажет. Осы 3 жүннен біз өзімізге төсек орын жасап аламыз. Сосын түнде ұйықтауға болады бізге. Төсек орын жасасақ, тезірек. Біз аш болсаң, сен жүгіре алмайсың. Тез жүре алмайсың. Тауық көре тұр. Мына осылай 3 ағашты қойып, үстіне осы 3 жүнді қойсақ, бізде төсек орын пайда болады. Осы төсек орынды алып, біз ұйықтаймыз. Кез келген осындай бір жерге қоя салып, оң жақ батырманы басамыз мышканы.